үйде жуып шығу керек. Пылесос тауып үйде жуып шығайыншы. Мына жерде қоқымдар толып жатыр ғой. Осымен деген бәрін сорып шығайыншы. Мен болдым. Айтпашы, маған деген үй тапсырмасын орындау керек екен ғой. Қазір барайын, үй тапсырмасын орындайын. Үй тапсырмасын орындау керек екен ғой маған. Үй тапсырмасы қиын екен. Осылай орын. Енді үй тапсырмасын орындадым. Енді мектепке бару керек. Мен қазір мектепке барам. Мен қазір деген машинаммен шығам. Папа, мен сейчас мен айдап кете берсем бола ма екен? Жарайды, айдап кете берейінші. Мен бастысы сабаққа тез бару керек маған. Әйтпесе қазір деген тез бармасам кешігіп қалам. Маған мектептің алдына қоятын жер жоқ. Жарайды, больницаның қасына қоя берейінші. Штраф салып жібермесе болды ғой, ең бастысы. Кеттім сабаққа, асығып қалдым ғой. Сабақты сонда деген басқа жерге өзгертіп жүрген бе? Ағай, саламатсыз, бұл жер қандай жер? Мына жерде деген бана от шықты ғой. Бұл жер сонда деген сабақ емес пе? Мен онда деген кеттім. Үйге барып жатпайын ба? Әйтпесе деген аяқта деген сабақ жоқ қой. Кеттім үйге. Бұл жерде деген көп не бар ғой. Мен сонда қаяқта не істеймін енді? Папам машинасын деген гаражға кіргізіп қояйыншы. Папа берсе деген, папа бір қуанып қалар. Мен енді деген өзім велосипедіммен неге қалаға өзім деген достарыма қарай кеттім. Велосипедімді әрең шығардым ғой подвалдан. Енді мен достарыма барайыншы. Достарым не істеп жатыр екен, соны көріп қайтайын. Мен басқа жаққа кетіп қалған сияқтымын ғой. Мен қателесіп кеттім, қазір жолды тауып алу керек маған. Әйтпесе деген маған болмайды ғой. Бұл қай жақ сонда? Бұл жақты бірінші рет көріп тұрмын. Енді не істеймін? Бұл жер ана мен деген бір ретте деген осы жаққа қыдыруға келіп едім ғой. Мама папам неге үйге келмей жатыр екен? Оны көріп. Мына машина алып тұр. Біреудің машинасы тұр, айдап кетсем бола ма екен? Кеттім, айдап кетсем бәрі. Бұл басқа біреудің машинасы алып тұрмын ғой. Онда деген мен деген ана жерге мынау не? Жаңа тамақ ішіп алайыншы кіріп. Ешкім жоқ. Кім бар екен? Мен онда деген өзім деген жасай берем тамақты деген. Тамақты осыны алып аламын да өзім жеп кетейінші. Ешкім жоқ екен. Бұл не? Екінші этажға көтерілетін жол. Сонда жануарлардың жері ма? Мен кеттім, үйге бармасам. Әйтпесе деген мамам іздеп жатқан шығар. Айтпақшы, мен балам қайда екен? Мен деген баламды іздеп қайтайыншы, далаға шығып кеттім мен. Балам деген баны күтіп алып еді. Әлі жоқ қой мен балам. Балам қайда екен? Есікті кілттеп кетейінші. Балам қайда екен? Кеш болды, уже балам әлі жоқ. Ол деген сабағына кетіп еді ғой. Сабағына кетіп еді ғой, мұнда да жоқ метро. Ол деген көбінесе метрода жүретін еді ғой. Енді не істеймін, мен балам қайда? Баламды іздеуім керек, мен деген кеттім, баламды іздеймін. Айтпақшы, клубқа барып қайту керек. Кеттім мен клубқа. Мама іздеп жатыр неге? Жоқ, бәрі клубқа барып келейінші. Клубқа бармаған көп болды ғой. Клубқа кірейін деп көрейінші клуб қандай. Клуб неге ашылмай жатыр? Енді клубта ешкім жоқ екен.
онда деген мен деген басқа жаққа кеттім. Өткен деген үйде ешкім жоқ. Ананда бері қарап отырмын, ешкім жоқ. Сол үйде емес, қыдырайшы. Қай жаққа барсам болады екен енді? Қай жаққа барсам екен? Или деген мына жақта деген. Мен ұрлық жасайын ба? Давай мен ұрлық жасаймын онда. Тонау керек маған. Артқы есік қой. Тонау керек. Әттесен аяқта картикулерді тонайыншы. Тонайтын жер қайда бұл банк? Тонайын десем бір есік ашылмайды ғой. Мен енді кеттім басқа жаққа қыдыруға. Мына велосипедтерді алып алайыншы. Велосипедті алып алайыншы. Өз велосипедім бана бір жаққа жоғалтып алып едім. Енді біреудің велосипедін алып кете берем, маған бәрібір. Или мен жұмыс жасайым. Давай онда мен жұмыс жасайым. Кеттім. Осы жақта жұмыс жасайым. Или больницада емес, мен басқа жақта жұмыс жасай берейінші. Өйткені деген мына жерде қыздар жасайтын сияқты. Қыздармен жасағым келмейді. Кеттім, айдап кете берем. Больницаның машинасын айдап ұрлап кеттім бұл. Енді менікі бүгіннен бастап. Мен пожарный сонда мені деген полиция жүр ғой, қаштым. Мен деген басқа жаққа қашып кетуім керек. Әйтпесе мені полиция ұстап алып түрмеге қамап тастауы мүмкін. Сондықтан мен тезірек қаштым. Мына жаққа деген машинамды қойып қойып фирманың ішіне. Әйтпесе білмей қалады. Енді не істеймін? Мен балам қайда екен? Іздемеген жерім жоқ, енді не істеймін? Ар жаққа барып көрейін, содан соң көреміз. Ар жақта достарымның үйіне дейін бардым. Бірақ ол бала достарының үйінде де жоқ. Енді бұл қаяқта бұл бала? Ана бала қайда? Больницаның машинасын ұрлап кететіндей ол кім екен? Сонда көреміз оның кім екенін батырсымақ. Мені полициялар іздеп жүр дейді ғой. Не істеймін, не бүлдірдім, мені полиция бөлмесін, полициялардың несінде деген суретімді қойып қойған. Не істеймін мен? Мені деген түрімді іздеп жүр ғой, енді не істеймін? Енді полиция келмей тұрғанда мен тезірек көзімді құртып басқа жаққа кетіп қалайын ұшуға. Енді ұшып кетемін. Менде деген айтпақшы досым берген билет бар еді ғой. Астанаға ұшып кетуге болады. Мен соның арқасымен ұшып кетемін енді Астанаға. Әйтпесе мені деген бәрі іздеп жүр. Мен сондықтан ұшам, кеттім, ұшам. Өткені бәрі мені полиция бәрі іздеп жүр. Енді ұшам, ешкімге білім қоймау керек. Мен кеттім, ұшып кетемін. Ұшып кету керек маған. Самолетқа қарай бару керек. Кеттім самолетқа қарай. Ұшам, мен кеттім. Енді самолеттің ішінде деген. Самолеттің ішінде енді деген қазір басқа да водительдер келсін. Содан кейін ұшам.